Кеш жарық құрметті оқырмандар, мен сіздерге арнап бүгінгі күні 70 жұмбақ дайындап қойдым. Сол жұмбақты егер тыңдаңыздар, жазып аласыздар ма, жауабын да айтамын. Кез келген жерде жұмбақ шешеміз деген ойын болған уақытта осы жұмбақтарды пайдалана аласыздар. Ал кеттік. Ақ сандығым ашылды, ішінен жібек шашылды. Күннің көзі, әуеден күбі түсті, күбінің түбі түсті, күннің күркіреуі. Үй үстінде үсақ тас, жұлдыз, там басына тары жайдым, жұлдыз. Жылт-жылт еткен, жырадан өткен. Ол не? Су. Отқа жанбас, суға батпас, мұз. Өнері жоқ, қолы жоқ, сурет салуды біледі. Терезедегі қырау. Қуып едім, мойын бұрмады, ұстайын дедім, қолға тұрмады. Боран. Әне барады өзі, көрінбейді ізі, жел. Екі ошаққа бір көсеу, сиырдың танауы мен тілі. Қисық ағашқа қар жұқпас, сиырдың мүйізі. Ел жатса да енекем жатпайды, сиырдың мүйізі. Төсек астында 4 бауырсақ, сиырдың емшегі. Кішкентай ғана бойы бары, айналдырып киген тоны бар. Қой. От басында құмған, екі көзін жұмған. Мысық. Тарпаң-тарпаң тарбиған, түрі жаман жарбиған. Ол не? Бәқа. Асты тас, үсті тас, ортасында жынды бас. Тасбақа. Ерте тұрады, жар шақырады. Қораз. Басы тәрақ, арты өрақ. Қораз. Бір топ жаңғыл ішінде, бір жапырақ қызылгүл. Қырғауыл. Тал басында түндіксіз отау. Ұя. Екі басы жұдырықтай, ортасы қылдырықтай. Құмырсқа. Елек-елек тарым бар, көтере алсаң бәрін ал. Құмырсқаның илеуі. Көк-лағым көгенде тұрып семіреді. Қарбыз. Сусыз піскен ас көрдім, домаланған бас көрдім. Қауын. Үй бағады үрмейді, құлып. Аласа ғана бойы бар, 9 қабат тоны бар. Сәрімсақ. Қырға кілем жайдым, қызғалдақ. Қар астында қыстады, жасылман бөркін тыстады. Жер. Екі бала қатар тұрса да бірін-бірі көрмейді. Көз. Жағалай-жағалай тас қойдым, жирен атты бос қойдым. Тіл. Айдың көлді асыл тас, ау салса да алынбас. Тіс. Ти десем тимейді, тиме десем тиеді. Ерін. Ұста тас, асты тас, ортасында піскен ас. Табанан. Судан алады, суға салса өледі. Тұз. Алыстан қарасам әппақ, татып көрсем тәтті. Қант. Ақ отаудың есігі де жоқ, есігі де жоқ. Жұмыртқа. Ерте тұрдым, 2 айыр жолға түстім. Шалбар. Бесін, бесіннің ауызы бірін. Қолғап. Көсеуді бесеуге сұқтым. Қолғап сәусақ. Есік ашады, есіктің артына қашады. Топса. Қара бием қалт етті, қабырғасы жалт етті. Жалын қазан. Есіктен кіреді, тесіктен шығады. Оттың жануы. Арғы жақтың будасы, бергі жақтың будасы. Желкі дейді шудасы. Түтін. Ақ күшігім жүгіре-жүгіре уаз болды. Ұршық. Мұрнында байлауы бар, адамның айдауы бар. Ине. Өзі батыр, жер астында жатыр. Қақпар. Алдын айпар, жанын жайпар. Шалғы. Керемет бір ит бар. Үй бағады үрмейді. Құлып. Өзі кірді ашады, суға салсам қашады. Жаралғанда сабын, жаралғанда жабысқан ат. Тептім, терекке шықтым, үзеңгі. Белі бүкір, алысқа түкір, мылтық. Тұрса түйедей, жатса төбетте ер тоқым. Бір ғажап тілі бар, сөйлесем десең міні жоқ. Қабат-қабат қаптама, ақылың болса аттама. Жылай-жылай жер тесті, тамшы. Қабат-қабат қаптама, ақылың болса аттама. Кітап. Табаныма байладым, қос аяқпен айдадым. Шаңғы. Көкте бар, суда бар, жерде жоқ. Ай. Жарқылдаған қос қылыш, қолыңа тисе жоқ тыныш. Қайшы. Бір үйде тұрады екен, 50 батыр, шыққан үйге сүйкені бөліп жатыр. Сіреңке. Мұрны насос кранда, кім
таң қалмас бұланға піл, төмен қарай өнеді, күн жылынса өледі. Мұз сүңгі, әкесі тышқан, шешесі құстан, күндіз ұйықтап, түнде ұшқан жарғанат. Ат басты, арқа мүйізді, бөрі кеуделі, бөкін санды, шегіртке. Бірде өрақ, бірде доп, бірде барда, бірде жоқ. Ай, онға онды қоссам он болады, оннан онды алсам он қалады. Қолмен қолғап, шеңберленіп өседі, желмен бірге көшеді. Қаңбақ, бір құтыда екі түрлі су жатады, қайнатсаң мұз боп қатады жұмыртқа. Ал енді осы сіздерге жұмбақтар ұнады ғой деп ойлаймын. Миларыңды жаттықтыру үшін жаттап алуға болады, кез келген жерде жұмбақ ойнауға болады. Сондықтан біздің болашақ өсіп келе жатқан ұрпағымыз қазіргі кезде жұмбақ, мәтел, нақыл сөздерге мән бермейді. Тілімізді байыту үшін осыларды білу керек. Сондықтан жаттап алуға тырысыңыздар.